шаңырақлайып, өнерпаздар желкені шаңырақлайып, өнерден сыр шертеді шаңырақлайып, табыстырып талантты шаңырақлайып, таныстырар өлкені. Әрине, жақсы да жаман да негізден басталады ғой. Майлықожаның термесінде бар ғой. Таудан аққан тас бұлақ, тасса құяр теңізге, қанша малы болса да бай қуанар егізге, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қойсын негізге дейді. Сондықтан тектен беріледі деп ойлаймын. Ұстаз болар едім деген ой. Жастардың Абайды біліп, оқып, зерттеп, зерделеп жатқандары бар. Және де болашақтағы осы Абайдың армандап кеткен, Абайдың көксеген елдің жалпы түпкі мақсат мүддесін сол тығырықтан алып шығатын, және де осы имани қасиеттерді, адамгершіліктерді сақтайтын біздің азаматтар жас буын келе жатыр деп ойлаймын. Ұқыптылық, талапкерлік және де қызуғандылық. Кейінгі оқыған кітабын қайтадан Абай жолын қарап отырмын. Кісілік қой, адамгершілік. Әрине, жастарға көңілім толады, үлкендерге көңілім толмайтын кездер болады. Намазға келуім. Уақыт бос жіберіп алған уақыттарым көп болды, осыдан ұтылдым деп ойлаймын. Дәл қазір есімде жоқ, бір ертеректе болған сияқты, бірақ бір тура мағынада қандай болған біле алмадым, есімде жоқ қазір. Жоқ, өзгертпейді. Енді арыстаннан гөрі біздің қазақтың рухына бөрі жақын ғой, көк бөрі дейміз, еркіндікті аңсайды, жаңағы бостандықты аңсайды. Біз де сондай көк бөрілі қасиетпен осы азаттыққа жеттік, егемендігімізді алдық. Сондай бір шыдамдылық, жаңағыдай қайсарлықпен, сондықтан да бөрі мықты шығар біз үшін, қазақ ұлты үшін. Бақ деген енді бір сәттік қана уақыт қой. Бап деген адам үшін керек дүние. Ол еңбектену деген сөзді білдіреді ғой, бап деген. Сондықтан да әрқашан адам ізденушілікпен, еңбекпен жүру керек. Сондықтан да бапқа көп көңіл бөлу керек қой. Шаңырақ біздің қасиетті орда, облысымызға, республикамызға түрлі деңгейде ұлттық өнерімізді дамытып, дәріптеп жатқан, оның ішінде маған жақын айтыс өнерінде біздің шәкірттерімді шыңға шығарып жатқан, шетке таныстырып жатқан Шаңырақ орталығы өте бір қасиетті орда. Маған бір үлкен мектеп бұл жер деп айтуға болады. Еңбегімде, өмірімде, өнерімде, сондықтан да Шаңырақ ұғымы әрқашанда қазақ үшін қасиетті ғой, қазақ үшін. Шаңырақлайып, өнерпаздар желкені шаңырақлайып, өнерден сыр шертеді шаңырақлайып, табыстырып талантты шаңырақлайып.